Ассалаумағалейкум аға дейді, қалай қарайсыз? Назарбаев мешітке барғаны ол өзін ақтай алады ма дейді. Жоқ жан. Мешітке бару адамды ақтайды дейсің, сонда мешітке барған бәрі ақталып кете ме не? Жоқ, ондай емес. Кім болса ол болсын, кім болса ол болсын. Мешітке бар, маған десең анау Қаратас қағбаның ішіне кіріп шық. Мына есік тұр ғой, мына қағбаның есігі. Осы қағбаның анау күлішті ашып тұрып ішіне кірсең де, сен қандай адам болғасың, не істегесің, соған жауап бересің. Ол мына не поможет. Қағбаны құшақтап өліп қалсаң да не поможет. Біреудің ақысы болса. Намаз оқығаның да ақтай алмауы мүмкін. Ол Құдай біледі, ол қабыл ма, қабыл емес па. Біреу ойлауы мүмкін, мен Меккеге барсам $1000, $1500 бәрі кешіріліп кетеді деп. Жоқ, ондай емес. Ол сенің ойыңда сондай болады. Намаз оқысам болды, бәрі кешірілді. Сол үшін айтамыз ғой, намаз оқығаның сен алдамасын, өзіңді мен намаз оқып жүрмін деме. И сол сияқты біреулер ол намаз оқиды деп сенбей ақ қойыңыздар. О, намаз оқиды ол деп. Ол жоқ. Баяғыда бір жерде өтіп бара жатсам, біреу мен намаз оқимын дейді да, мен 200 теңгеге алдамаймын сен дейді. Сен намазыңның құны 200 теңге дедім. Неге? Өйткені сен неге намаз үшін қазірет етесің? Намазды кім үшін оқыдың? Мен үшін оқыдың ба не? Жоқ, сдача бермеу үшін оқыдың ба? Жоқ, не үшін оқыдың? Алла үшін. Болды, Алла мен сен шаруаң.